身上不得不分，云文云武三分，天下明知情中可以文盲，三天做个披挂上马，八王大爷不许风火，男儿碰撞一团火花，百年人生瞬间光火，塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Yürüyüşün erkesidir. Ballası da buzsa. Bu elimde ne kasiyet kalmak? Nova! Сонда маған не қыл дейсіз? Bilse de deru kaçıp git. Бармын! Өте шық! Löппей! Хан әке. Үй ханы. Ақбозат қақпасында саужын тосқан кім? Дәт үй ханы. Мен тостым. Шүйко, бармын. Мынаны сүйреп апарып басын ал. Ләппәй. Үй ханы жанымды қиыңыз. Қасықтай қанымды қиыңыз. Үй ханы жанымды қиыңыз. Бас вәзір. Мен Уй ханымын. Дәт бас вәзір. Ережені бекзада бұзды. Қалайша есік қараушының басын аласыз? Есік қараушы қақпаны ашпаса бекзада ережені бұзар мейді? Менің ережем осы. Есік қараушы өз бетімен қақпаны ашса, оның басын алу жөн ақ. Сонда сарайдың бас вәзірге хан лауазым беруіне жол ашқан ұлықтардың да. Бас алынуы керек пе? Шын-яу шын-үй. Маған 30 жыл ергенде опасыз болар деп ойламаппын. Келіңдер, бармын. Бас вәзір, сонда басымды аласыз ба? Алаңсыз бол. Еңбек сіңірген уәзірдің басын алмаймын. Шүйко, Ақбозат қақпасын шағып тастаңдар. Ләппәй. Шын-үй. Жақсырақ қара. Аздан кейін қақпа жоқ болады. Жол даңғырап жатады. Кім жүрсе де болады.
Сонда сен айтқан ереже табылар ма екен? Қарап көр. 신아봐. 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 Sikamsan. 긍지임은 Gımcı. Vezirlerine kırılıp da ısınmadan eken ama. Уйхана, Ақбозат қақпасы шағылды ма? шағып тастадық. Шын үй әлек салмады ма? Әнеу күні қайтып барған соң сырқаттанып қалыпты. Нәр татпағаны 3 күн болыпты. Әй, нәр татпаса қайтып болады. Осында жеміс бар. Сен мен жібер деп айт. Көңілін сұрап кел. Әміріңізге құлдық. Өнро. Өнро. Көрім болып қалдыңыз ба? Келдің бе? Валла, сені жіберді ме? Уйханы сізді айтып отыр. Мені көңіліңізді сұрауға жіберді. Мына жемісті беріп жіберіп еді. Sen kete ver.
Önce Demal. Bilemizsin. Кезіндегі күндерімізді сағынамын. Сен болмасаң, менің бүгінгі күнім қайда? Шимпин бірінші жылы мен Таучанға жорық жасағанымда. Сен Янжу дуанның сыпасы болып, астықпен қамдауға бар зейін зердеңді арнадың. Жаңяу опасыздық жасап, аймақ аудандар оған үн қосқанда, тағы да сен қол бастап, табандап тұрып алайымды қорғадың. Дженанның 5-ші жылы Гуанду шайқасында күллі қосының астығы таққа таусылып, жасақтардың көңілі толқып, сардарлар маған шегінейік деді. Тек сен ғана шегінбей тіресуге насихаттап, түнделетіп астық жем-шөп, қару жарақ жеткіздің. Соның арқасында ойламаған жерден Юаншауды ойсырата жеңдік. Вэнжа, сен менің сенімді серігімсің. Сен менің қолғанатымсың, бауырласымсың. Амал нешік? Екеуміздің жолымыз бір болмады. Балам, қабырғам қайысып тұр. Солай, қолыңыз түсінеді. Әке, ол сіздің өлтіргіңіз келмейтін, бірақ өлтірмесеңіз болмайтын. Үзеңгілес досыңызды өлтірдіңіз, ол сіздің сырласыңыз еді. Естідің бе, Вэнжа? Баламның айтқаны жөн. Сен сырлас досым едің. Алайда сен басқалар сияқты сау-сауды қате таныдың. Қарап жат, уақыт бәрін дәлелдейді. Бойыңда ұлаққа салғаның қате болды.
оңбай қателестің. Ал менікі бүкілдей дұрыс. Қарақшы Саусаудың сайқалдығы күннен күнге асып барады. Патшаны қыстап үйбектігінің қаны болды. Шиябаны тығырыққа тіреп өлтірді. Патшаның салтанатымен жүретін шығарды. Қарақшының көзінше патшаны сүйемелдейік. Қарақшының астында патшаны сүйемелдейміз. Өлмей жарайсыңдар. Маған құлақ салыңдар. Саусау бүгін кеште тағы Уфун ғимаратына түнейді. Бұл ғимаратты ұландар күзетеді. Ұландардың бірнешеуімен байланысты орнаттым. Түн ортасында олар ат қораға өрт қойып, қаладағы қорғаушы жасақтардың назарын өрт өшіруге аударады. Мен жасақтарды бастап Уфун ғимаратына барып, Саусаудың басын аламын. Сосын патшаны тағына отырғызып, ұлықтарға қарақшыларды жазалау жарлығын жаздырып, ұландарды қару тастауға үндеймін. Жарайды, керемет. Ісіміз оңға басса, біз қан патшалығының ардагері боламыз. Өрт кетті! Тез өшіріңдер! Өрт кетті! Саусау қарақшының басын алыңдар! Тез болыңдар! Шишоу! Шишоу! Уйхана! Нес туылды? Уйхана! Ұландар алайына өрт кетті. Бүлік шыққан сияқты. Уйхана! Тез атқа қоныңыз, сізді қаладан алып кетейін. Саспа! Тыңдаш. Маңайдың бәрі айғай сүрен. Қайсы жолмен шығып кетуге болатынын қайдан білесің? Сен тек Уфун сарайын ғана қорға. Сатқын шығып осылай бет алса, басын ал. Ләппәй! Бекзада пәле болды! Бекзада пәле болды! Бекзада пәле болды, сарайға өрт кетті. Маңайдың бәрі ылар шу айғай сүрен, салмаған адам жоқ. Не деп айғайлады? Қарақшы Саусаудың көзін жойып, патшаны сүйемелдейік дейді. Қанекем қайда? Кешетінде Уфун ғимаратына қонған өрт солараны шарпи деді. Барлығын шақыр, бәріміз сонда барайық. Әміріңізге қолды. Қайда бара жатырсың? Ана жаққа біреу от қойыпты. Сонда барып сатқын ұстаймын. Ол сатқындар нәқ қайласы. Әкем Уфун ғимаратында тез барып қорғайық. Әкем аман болса тұтас шүйшен қаласын көз талқан қылса да ештеңе етпейді. Жарайық, бірге жүрейік. Жүрейік. Уйхана, бас қылмысты Гыңжи ұсталды.
Гыңжи, неге бүлік шығардың? Сау. Бүлік шығарған мен емеспін, сенсің. Мен ұлы хан патшалық үшін қарашын аластаймын. Кеудесін қараңдар. Тұқымыңның тұздай құрайтынын білемісің? Тұқымым тұздай құрса да, сенің көзіңді жоямын. Оңбаған сатқан тіліңді кесіп алайын ба? Так, балағаттай берсін. Балағаттап құмарынан әбден шықсын. Боқтық естімегеніме де талай болған екен. Сен? Гың Сұлтан, сенен бір істі сұрайыншы. Еңгей патшадан кейін хан патшалығы күннен күнге құлдырап, іріп шіріді. Патша шен сатты. Ұлықтар зорлық зомбылық жасап, зорекерлердің істемеген жамандығы қалмады. Күллі хан патшалығының күлі көк қышуға аз қалды. Ал мен жүрек қанымды сарқа жұмсап елісін жөнге салдым. Бұқараның аузы асқа жарды. Кемеңгер ұлықтар ойына келгенін істей алмайтын болды. Мен өзімше үлес қостым. Алайда маған неге сонша өшігесіңдер? Мені қалайша өлтірмек боласыңдар. Сонда хан патшалығы құрып жоғалсын дейсіңдер ме? Ақылақтың басы адалдық деген. Өмір бойы әулиелердің кітабын оқыдым. Өлсем де солардың жолымен жүремін. Әулиенің жолы кәдеге жарайтын болса, аспан астын бірлікке келтіріп алса болмай ма? Білемісің, сенікі ақмақтық. Парақор ұлықтар жек сүрін. Топас патша да жек сүрін. Сен сияқты миын құрт жеген ақмақтар тіпті жек сүрін. Қарақшы, тіршілігімде сені өлтіре алмадым. Өлген соң қастас жының болып сазайыңды беремін. Солай ма? Енді жарықтап көріп ал, өңімді есіңде сақта. Тозаққа барғанды танымай жүрме. Сендей шәкенелер бұл дүниеде бетіме қарай алмағанда, ол дүниеде маңымды басылама. Әкетіңдер! Ләппәй! Қарақшы, сау, өлсеңде сені құтқармаймын, сазайындай тұтартасың! Бекзада! Мырза? Бояу! Мырза, ештен етпей шығарсыз. Ау жоқ шығар, Бекзада, сізден алаңдап өлер болдым. Бұл менікі емес, басқалардікі. Мырза, кеше хан әкем Уфун ғимаратында қоршауда қалғанда, малайларды ертіп, бірінші болып мен бардым. Уфун ғимаратына бардыңыз ба? Иә. Саушыда барды ма? Жоқ. Ол кеше ақын достармен бірге арақ ішіп, мас болып қалыпты. Бұл жолы Саужан екеуіңіз ұтылып саушы жеңді. Мырза, бұл не дегеніңіз? Бас вәзір тым сұңғыл адам. Ол осынша адам Уфун ғимаратына шабуыл жасады. Сонша адам құтқаруға барды. Қылаяғы, бұландар арасынан Гыңжидің сыбайласы шықты. Құтқарушылардың арасында сатқын бар ма деп күмәнданады. Әсіресе, екеулеріңізді құтқарғалы келді ме, әлде қарақшыларға болысқалы келді ме дейді. Бас вәзір әуелі осыны сіздер жоспарлады ма деп күмәнданады. Саушы бармапты. Бас вәзір оның адалдығында, батырлығында көрмесіде қарсылық жасамағанын білді емес. Әттің. Уй ханы, бүлікшілер ұсталды. Гыңжиден басқа Сымауи Хуаң, Шипагар Жипиңнің баласы, және Жимяу, Жиму, Жинвей сияқты 50-ден астам адам бар екен. Сонда бәр ұсталды ма? Ұсталмағандар жоқ па? Бұл істі ішкерлей қатаң тексеріңдер. Сыбайластарын қалдырмаңдар. Әміріңізге құлдық. Әлгі саужы көрмейді ғой. Уй ханы, басыңызға қатер төнгенде
келіп құтқара алмадым деп қорқып келе алмай жатыр. Бұйрығымды жеткіз. Саужа ұландарды бастап, етін қаласын қорғасын. Әміріңізге құлдық. Тәтуи ханы, төрелерді айдап келдік. Гыңжи ұйқаңдар бүлік шығарып, Уфың ғимаратын өртемек болды. Кейбіреуің өртті өшіріп сатқындардың бетін қайтардыңдар. Ал кейбіреуің есіктеріңді тарс жауып жатып алдыңдар. Өрт өшіруге шыққандарың қызыл жалаудың қасына барыңдар. Ал шықпағандарың ақ жалаудың қасына барыңдар. Жүріңдер бұлай барайық. Әрбіріңе 20 теңге сыйлық берілсін. Жұмыстарыңды атқара бересіңдер. Рахмет, ханы! Мыналарды ұстаңдар. Мені білмейді дейсіңдер ме? Қалам төрелері қолдарында темірдің сынығы жоқ. Өртті немен өшіресіңдер? Жаудың бетін немен қайтармақсыңдар? Уфың ғимаратына қарақшыларға қолғабыс еткелі барғансыңдар. Жаңғы өзеннің бойына барып, басын алыңдар. Ләббей! Oğlum, ver gel. Oğlum, неге қуыстанып тұрсың? Қан әке, әлгінде ғана 300-ден астам ұлықтың басын алып, айбарыңызды әйгіледіңіз. Мен шошып кеттім, шошыдым. Олардың неге өлтіргенімді білесің бе? Қызыл жалау жақтағылардың көбі патша сарайының адамдары. Олар Уфың ғимаратына жат ниетпен барғаны. Сондықтан олар өлді. Олай болса, Уфың ғимаратына сен неге бардың? Хан әке, әкем күмәнданса күмәндансын, алайда сатқындар қолдан өлмесін дедім. Балам, кеше түнде әр қимылыңды қалт жібермей бақыладым. Сен қарудың адам емессің. Қылыш сілтегенде орашалақтығың көрініп тұрды. Алайда сатқындарға қарсы арындай ұмтылып, аянбай күрестің. Ұлым,
Мен сені мұрагер етпекшімін. Бүгін доң жаужарлық жазып жариялайды. Қанеке? Бас уәзір сарайына ертерек көшіп келді. Бұдан бұлай мен Шичаңда болмағанда, қаланың әскери әкімшілік жұмыстарын, қалам қару төрелері мен үш армияның патша сарайының жұмыстарын басқарасың. Әміріңізге құлдық. Сымайды шақыр. Шунда, мен Саупейді мұрагерлікке көрсеттім. Бекзаданың өмірауын жасуғанын көрдім. Қабілетің көңнен жойылерден кем емес. Бұдан бұлай Саупейді адалдықпен қолдағайсың. Айтқаныңыз болсын. Uyxana. Uyxana. Сауқын Ханжыңнан шол хат жолдапты. Ханжың 20 мың қол бастап 3 аймақты басып маңызды бекінісімізді алыпты. Бізде шығын өте ауыр екен. Ханжың бекінісі бұзылыпты. Саусағын сізден шол көмек сұрапты. Леубейдің батысы Чуэндалғанына 1 жыл болмады. Енді Ханжыңды алғалы отыр. Ханжың қолдан кетсе, Леубейдің мұртын балта шаппайды. Бейне Леубаң сияқты кіндік жазыққа ауыз салып, Шичаңға шабуыл жасап, менімен тіресет. Uyxana. Ханжыңнан айырылуға болмайды. Саусағыңға дереу көмек берейік. Сен айтшы. Леубейдің көкейін тескені патша болуы. Ол Сычуан мен Жиңжу Шаңянды бауырына басып жатыр. Жасағы миллионнан, Саңғын сардары мыңнан асады. Астық жемшеп қару жарақ деген асып жетеді. Леубейдің алып қосының жігері тасқындап тұрған мына кезде, оған соқтық бағаныңыз әбзіл. Сонда Ханжыңды бере сал деп отырсың ба? Менше, Ханжыңнан да маңызды жер бар. Ол әлемнің кіндігі Жиңжу. Саурынға 100 мың қолмен кіндік жазықта жауды айландыра тұр деңізде. Өзіңіз 300 мың қолмен оңтүстікті бетке алып, Жиңжу мен Шаңянды алыңыз. Сонда Леубей сасық балады да Ханжың қатерден құтылады. Жақсы амал. Алайда бұған аздап өзгерсеңізейін. Саурын 100 мың қолымен Ханжыңға барып, Жиңжуға шабуыл жасаудың орайын көтсін. Ал мен 300 мың қолмен Ханжыңға аттанып, Леубеймен айқасайын. Сен менімен бірге жүр. Айтқаныңыз болсын. Бас уәзір. Леубеймен сөзсіз айқасамын дейді екенсіз. Мен бір ұсыныс айтайын. Айт. Сунчонға хат жазыңыз. Ол қолбастап өзінен өтіп бізбен бірлесіп Жиңжу Шаңянды алу шайқасына қатынассын. Соңынан сол жерді тең білеміз. Ол Хэфейда менен талай рет жеңілген. Менімен бірлесе қояма? Әрине. Талайша. Біріншіден, Сунчанның Жиңжуға сілекей шүбіріп отыр. Екіншіден, оның қазіргі ойы сізбен қабыса кетеді. Леубейдің аспанасын жалмағанын оның да көргісі келмейді. Жарайды. Саңғындар, бүгін қос қуаныш болды. Бірінші, Хуаңжоң, Ян-Ян саңғындар жаудың маңызды бекінісін оп-оңай алып, Ханжыңның қақпасын айқара ашты. Екінші, Сау-Сау Шичаңда өзін хан деп жариялап,
Соның аяғынан көтеріліс болып басынан айыруға шақ қалды. Аға, темірді қызуында соғып, 3 армияны аттандырып Ханчжунда алмаймыз ба? Ханчжун тарихтан қоныстағандар таласатын жер. Ханчжунды алсақ, үстем орынға шығып, кіндік жазыққа қатер төндірер едік. Оны сау-сау алса, кез келген уақытта батысы чонға шабуыл жасай алады. Күңмейін, сіз не дейсіз? Ием, мен алаңдап отырмын. Батыс Сычуандағы қалың қолды Ханчжунға қаптатқанымызда Жиңжудан айырылмаса қайтеміз. Мырза, сізге мін тағуымызға келмейді. Тым сақсыз. Егер де үш қосымен Ханчжунға шабуыл жасасақ, онда Саусаудың оңтүстікке қарауға мұрсасы келе ме? Саусауған емес Сүнчуан да бар ғой. Өзінің шығысының құртығы Юншанға тең келе ала ма? Алаңдай беремін. Мен байламға келдім. Қол бастап Ханчжунға аттанып, Саусаумен белдесемін. Зэпэй! Күңмейін, мұндай орай қайтайланып келмейді. Ханчжунға қанша тез шабуыл жасасақ, Жиңжу солғырлы маман болады. Ием, анау кезінде өзіңіз қанжар қадаған Чинлоңның қақпасы. Расында айдағарда еріліп жолбарыстай шөгіп жатыр. Тым күдір жер екен. Ием, Саусау хат жазып, сізді Жиңжуға шабуылдаса депті. Ал Лю Бейде хат жазып, сізге Саусауға шабуыл жаса депті. Иіліп, құрмет жасаған олардың сізге ісі түсіп тұр. Бұл шығыс убектігі үшін таптырмас орай. Ием, бұған қалай қарайсыз? Сенше, Саусауға мақұл болам ба, жоқ әлде Лю Бейге мақұл болам ба? Меші болғанда, екеуіне де мақұл болыңыз. Алайда, жасағаттандырмаңыз. Қазір Саусау мен Лю Бей нар тәуекелге басып, Ханчжунда қанды шайқас жасамақшы. Олардың аужайын бағып, қарап отырыңыз. Қайсысы жеңілер екен? Саусау мен Лю Бейдің қайсысына шабуыл жасауды сол кезде белгілеңіз. Ал Жиңжуға келсек, ол ешқайда кетпейді. Егер Саусау жеңсе, Жиңжу табиғи сіздікі болады. Ал Лю Бей жеңсе, сіз Жиңжуды алғаныңызбен Лю Бей бәрібір қалың қолын қаптатпай қоймайды. Табылған ақыл. Екеуіне де мақұл дейін. Бірақ жасақ шығармаймын. Дегенмен тағы бір ойым бар. Саусауға дереу хат жазып, Лю Бейға шабуыл жасағанда пайдаланам деп, 100 мың ағаш астық жемшөп сұрайын. Ал Саусауға шабуыл жасағанда пайдаланам деп, 100 мың дадан астық жемшөп сұрайын. Сенше қалай? Ием, дәнішпен ғой. Қазіргі жағдайда олардан не сұрасаңыз, олар соны береді. Алайда есіме тағы бір іс түсті. Дәл қазір Ханчжунда соғысып жатқан Саусау мен Лю Бей емес. Қайта біз болсақ. Сенше жеңілер ме едік? Жеңуіміз қиын. Қалайша? Дала соғысы атты жасақтар мен сауытты сайлауыттардың соғысы. Өзеннің шығысының су жасақтарына ешкім тең келе алмайды. Алайда атты жасағымыз бен жаяу жасағымыз Саусау мен Лю Бейдікіне жетпейді. Талай жылдан бері өзеннің шығысын мекендеп, алысқа құлаш сермей алмай отырғанымыздың себебі міне осы. Ием, қазір өзімізді қорғауға күшіміз қаптал жетеді. Ал аспан астын дәргейімізге қаратамыз десек, сығай атты жасағымыз болуы керек. Лушен,
Сені мен неге шақырғанымды білдің бе? Білемін. Сіз маған орайды қолдан бермей, атты жасақты жаттықтыр демексіз. Солай. Саған кіші тұтықтық шен бердім. Дереу атқа қонып жасақ алып, 10.000 адамдық атты жасақпен 10.000 адамдық сауыт дайында. Әміріңізге құлдық. Любий мен саусаудан келетін 200.000 ағаш астық жем-шөпті саған бердім. Рахмет ем. Кегімдерге болмайды! Алайды беріп болғандар! Арыстан мен жоғалтыңдар! Бір сағаттан кейін жалпы беттік аттанамыз. Әрқандай күш қалмасын, соғыстан қашқандардың бас алынады. Шепті бұзған соң Шахуяның басын аламыз. Ол Саусаудың тайсам күні, оның көзі жойылса, Саусау қолы жалпы шеп бойынша толқи бастайды. Ләппей!山川。